Nerede maçtan mı? Şart koydu. Tabii ya. Адамның денсаулығы қоғам байлығы. Салауатты өмір салтын сақтау қолдауда, елбасы ұрпағымызды салауатты өмірдің салтын ұстануға, спортқа жаны құмар болып өсуге Асылай жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құны 434 миллион желбіретін спортшыларымызды дайындайтын зәулім спорт кешенінің Үлемеліктер, спорт сүйер қамын, жас өспірімдер, бүгін бір жақсы қуанышты оқиға келіп тұрмыз, оқиғада кездесіп тұрмыз. Мынау керемет спорт кешенінің ашылуы. Өздеріңіз білесіздер, Түркістан облысы жаңадан құрылған жас облыс, осыдан бір жыл мерзім бұрын елбасының арнайы жарлығымен Түркістан облысы құрылды. Кеше ол кісі Түркістанға келіп кетті. Қазіргі Түркістан облысының қалыптасып жатқан жағдайына өте үлкен баға беріп кетті. Оның ішінде Түркістан қаласының қайта жандануы. Өздеріңіз білесіздер, оның ішінде мына әлеуметтік нысандарға өте үлкен көңіл бөлініп отыр. Спорт нысандары бірінші кезекте. Түркістанда үлкен футбол стадионы салынып жатыр. Оқушылар сарайы салынып жатыр. 50 метрлік бассейн салынып жатыр. Жаңағы спорт ойындар, волейбол, баскетбол, гандбол сияқты ойын ойнайтын залдар салынып жатыр. Оның бәрі мынау сіздер үшін, жасөспірімдер үшін жасалып жатқан тарту. Онымен қатар барлық аудандарда осы сияқты спорт кешендері ашылып жатыр. Мынандай физкультуралық дене сауықтыру кешендері стандартты түрде. Бүгінде міне Төле би ауданында жекеменшік мемлекеттік серіктестіктің арқасында мына спорт кешені салынды. 400 миллион құны бар бұл тамаша кешен барлық спорт түрімен айналысуға мүмкіншілік береді. Мынау жасөспірімдердің жетіліп өсуінде спорттың әрине маңызы өте зор. Бірінші әрине білім. Мен қашан да болса жасөспірімдерді, жас жігіттер мен қыздарды кездескен кезде айтамын, сабағың қалай сен? Оның ішінде есеп сабақтары қалай деп. Екінші сұрағым спортпен айналысасыңдар ма деп. Осы екі нәрсені міндетті түрде алып жүру керек бірге. Өйткені ғалымдар дәлелдеген оны. Адамның денсаулығында медицинаның үлесі азғандай 10-15% болады. Қалған жерде адам өз денсаулығын қалыптастыру керек. Оның ішінде салауатты өмір салты, одан кейін спорт, қайта. Спортпен айналысу керек. Денені шынықтыру керек. Мінекей сондықтан біз бұл салаға өте үлкен маңыз беріп отырмыз. Бүгін мынау жас мектеп түлектері өздерінің логотиптерін өздері жасап, керемет жарыс ұйымдастырып отыр. Логотиптерін қарасаңыздар, міне анау жаңағы талапты нұржауар дейді. Бәрі міне кілең көкжалдар, арыстандар, бөрілер, арландар, бүркіттер, яғни солай болсын. Осы спорттан, осы жарыстан әлемдік деңгейдегі чемпиондар шыға берсін. Сіздерге сәттілік тілеймін, жеңістер тілеймін. Аман есен болыңыздар. Мынау спорт кешені құтты болсын.
бүгінгі алғашқы ойын тобын жарысқа ойынға қосып беруіңізді сұранамыз. Баршаларыңыз қошемет етіп қойыңыздар.